Саламатсыздарбы, құрметті оқушылар. Бүгін сіздермен танысатын тақырыбымыз электр тогының жұмысы мен қуаты. Оқу мақсаты: жұмыс және қуат формулаларын есептер шығаруда қолдану. Токтың жұмысы: электр энергиясы энергияның басқа түрлеріне механикалық, химиялық, жарық және ішкі энергияға жеңіл түрленеді. Оны өндірісте және тұрмыста кеңінен қолданады. Мұндай түрленулер токтың жұмысы есебінен жүреді. Электр өрісінің әсерінен заряд орын ауыстырғанда осы өріс жұмыс жасайды. Бұл жұмысты токтың жұмысы деп атайды. Демек, тізбек бөлігіндегі токтың жұмысы А тең Q көпейтірілген U болып есептеледі. Мұндағы Q тізбек бөлігінен өтетін электр заряды. U бөліктегі кернеу. Q тең I көпейтірілген T. Мұндағы I өткізгіштегі ток күші. T электр тогының өту уақыты. Осыны ескерсек, А тең Q көпейтірілген U формуласын түрлендіреміз. А тең Q'ның орнына I қоятын болсақ, I көпейтірілген U көпейтірілген T болып есептеледі. Электр тогының жұмысы, ток күші, кернеу және жұмысты істеуге кеткен уақыттың көпейтіндісіне тең. Халықаралық бірліктер жүйесінде жұмыс жаулмен өлшенеді. 1 жаул тең 1 ампер көпейтіру 1 вольт көпейтірілген 1 секунд. Тізбек бөлігіне арналған Ом заңын I тең U бөлінген R өрнегін қолданамыз. Мұндағы R тізбек бөлігіндегі кедергі. Токтың жұмысын есептейтін басқа формуланы аламыз. I тең U бөлінген R формуласын түрлендіретін болсақ, I-ның орнына жұмысты қоямыз. Яғни А тең U квадрат бөлінген R көпейтіру T болып есептеледі. А тең I квадрат көпейтірілген R көпейтірілген T болып өзгертіреміз. Токтың қуаты: электр тогы үшін қуат шамасы енгізілген. Электр тогының қуаты электр энергиясын, энергияның басқа түріне түрлендіру шапшаңдығын сипаттайтын физикалық шама. Токтың қуаты P әрпімен белгіленеді. P тең А бөлінген T болып есептеледі. Халықаралық бірліктер жүйесінде токтың қуаты ваттмен белгіленеді. 1 ватт тең 1 жаул бөлінген 1 секунд болып есептеледі. Токтың қуатын табу үшін өткізгіштегі ток күшін және кернеуді өлшеп, олардың көпейтісін табу керек. P тең I көпейтірілген U. P тең U квадрат бөлінген R. P тең I квадрат көпейтіру R болып есептеледі. Токтың жұмысын өлшеуге арналған құралды электр санауыш немесе электр есептегіш деп аталады. Токтың қуатын өлшеуге арналған аспапты ваттметр деп атайды. Үйге тапсырма. Құрметті оқушылар, сіздермен осы тақырыпты қорытындылай отырып, 3 есеп беріледі. Бірінші есепті бірге жасап көреміз. Электр шамы кернеуі 220 вольт электр желіге қосылған. Шамның қылсымының кедергісі 484 Ом болса, шамның қуаты қандай? Берілгенін жазамыз. Электр шамы кернеуі 220 вольт. U тең 220 вольт. Электр желіге қосылған шамның қылсымының кедергісі R тең 484 Ом болса, шамның қуатын табамыз, яғни P-ны табамыз. Бізде халықаралық бірліктер жүйесіне ауыстыру шарт болмағандықтан шешуін жазамыз. Өрнегіміз P тең U квадрат бөлінген R формуласыдан пайдаланамыз. Бұнда 220-ны квадратқа асырып 484 Омға бөлеміз. Бізде жауап 100 шығады.